Құрметті ағайын, бүгін біздер қазақ тарихының бетінде айрықша орын алған Торғай өңіріндегі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың жетекшілерінің бірі, халқымыздың қаһарман ұлы Кейкі Көкембайұлының ескерткішін ашу рәсімінің куәсі болғалы тұрмыз. Осы ғасыр басындағы алмағайып кезеңге елдің тәуелсіздігі мен халқының бостандығы үшін елін күреске бастаған халық батыры Амангелді Имановтың үзеңгілес серігі болған Кейкі батырдың даңқы мен ерлік істері халық жанында сақталғанымен кеңестік идеология астында ашық айтылмай қағазын көрсетілгені басшылыққа белгілі. Ендігілерді еліміз тәуелсіздік алып, өз тарихымызды қайта жаза бастаған шақта Кейкі Көкембайұлы сондай еліміздің отанымызды қайта ұруы қуанышты құбылыс, қуанышты оқиға. Бүгін қала орталығында бой көтеріп отырған батыр бейнесі қаламызға сән берер тарихи ескерткіш болуымен қатар жас ұрпақ рухына тағзым етіп, өмір жолын үлгі өнеге тұтар өрелі іс болады деп сенемін. Уважаемые гости, особый век в истории нашего народа отмечено национально-освободительное движение 1916 года. По снятию этой знаменательной даты в городе проходят тематические выставки, конференции, литературное чтение, конкурсы рисунков и сочинений. Одним из ярких событий в рамках этих мероприятий является открытие бюста народного батыра Кейкі Көкембаева, чье имя пользовалось легендарной славой среди народа. Имя Кейкі батыра долгое время не упоминалось в истории Казахстана. Легендарный сын своего народа Кейкі батыр был подвижником Амангелды Иманова, национально-освободительного движения в Тургае. Он прославился своей храбростью, мудростью и преданностью своему народу. Отдавая дань памяти Кейкі батыру, его славному подвигу мы сегодня открываем құттықтау сөз зейнеткер, журналист Кейкі батырдың тарихын іздеуші Қылышбаев Абубакарға беріледі. Слово для поздравления предоставляется исследователю, журналисту Абубакиру Қылышбаеву. Біз соңғы 5 жылдың көлемінде адам айтса нанғысы тарихи оқиғаның куәсі болып отырмыз. Ол тәуелсіздік алғанымыз, бостандықта өмір сүріп отырғанымыз. Мұны біз қиядатта көрген жоқ едік-ау. Алланың жарылқағаны ғой бұл. Осы тәуелсіздік бостандық үшін сан ғасыр бойы қырылмап едік. Арғы тарихқа бармай қойып, осы 80 жыл бұрын өткен ұлт-азаттық көтерілісінің құрбандарының бейнесі әлі күнге көз алдымыздан сөніп болған жоқ. Ұрандаған дауыстарының жаңғырығы бір күнге де құлағымызда тұр. Сол азаттық үшін алысқан қаһармандардың бірінің ішіндегі бірегейі, ол бастаған Кейкі батыр Көкембайұлы бүгін қайта тіріліп, міне әлі Амангелдісімен қайда қатар жетті. Арада 80 жыл өткенде батыр жабылған жаладан зорға арылып, ортамызға мүсін болып оралып тұр жұртым. Кешегі өткен қызыл империя бандығы екі деп, сол құлағымызға қанша қақсаса да, оң құлағымызға құлан Кейкі батыр деп, халқын қастерлеп, сыбырлаумен болған мергенің осы елім. Елім деп, дінім деп, азаттығым деп еңіреп өткен елін ұмытпаған халқымнан айналдым алдымен. Оның өткен зұлмат жылдарда рухын түсірмей, өтіп көтеріп келе жатқан зиялы қауым, ғалымдар, ақын жазушы, журналист бауырлар, сендерге аса ризалық сезіммен ықпасымды иемін. Жазушының Кейкісі құланның ажалы романын жазып, қараңғы қапастан алғаш түнек ашқан жүрегінің түгі бар кластасым Ақан Нұрманов, сенің аруағың алдында бүгінгідей ақжарма күні тағзым етеміз, иіліп тағзым етемін. Ақаннан кейін батылдық танытып, батырды шаң тозаңнан арытып, ортамызға алып шыққан зиялы қауымның үн қосуларына септеген талантты журналистер Мақсұтбек Сүлейменов пен Ахметхан Байжанов
сендер мына біз Құланқұшақ деген елдің ағалысын қабыл алыңыздар жаным. Ақыр соңында бандының елі, бандының туысы деген қолды жаладан тұтылдырау бауырлар. Жыласаң соқыр өзен жас шығады деген осы екен. Алланың жарылқаған ақжарына күні құтты болсын туыстар. Батырына тұңғыш тастан арнаған Сырбайым мен Ғафуның қыран қанат енесі Ағиға ақын бауырымыз Серік Тұрғынбеков Мергенді алғаш мүсіндеген талантты өнерпаз Деуерлі Бейешев сахнаға тұлғасын тамаша сомдаған Әнуар Боранбаев сендерге туысқандар атынан мың алғыс. Осы алдымыздағы батыр мүсіннің дүниеге келуіне алғаш мұрындық болған Амантоғай ауданының бұрынғы әкімі Теміржан Төлеубаев, оны ақырына дейін зерттеп, тиянақтаған сол ауданның қазіргі әкімі Сабыржан Ахметов сендердің халыққа батырға еткен бұл қызметтерін Алладан айтсын. Өздеріңе біз мерген ұрпақтары барлық жақсылық атауын тілейміз. Осы адами үлкен істе әркез қолдау көрсетіп келген облыс әкімшілігіне, оның ішінде аса түсіністік, ықыласын ұсынған Арысты Қалешқызына ризамыз. Алла жарылқасын қарағым. Бүгінгідей салтанатты салауатты ұйымдастырып отырған қала әкімшілігіне де дән ризамыз. Батырдың мүсінін жасаттыруға, оны осы орынға орнықтыруға ерен еңбегін сіңірген Өтеш Қылышбайұлы мен Тұрсын Нұрғожин, Шәмшит Тайгелдин бастаған батырдың басқа да ұрпақтарына Алланың нұры шаусын. Сендерді аталарының әруағы әркез қолдай берсін қарақтарым. Мұндай атты күн туады деп кім ойлаған халқым? Кейкі батыр Көкенбайұлы бастардар мен тағы қатарын түзейтінін кім білген? Өлгендерің тіріліп, өшкендерің жанған қуанышты күндерің құтты болсын едім. Азаттықтың, бостандықтың туын осыда 80 жыл бұрын көтеріп шыққан елдердің даңқы арта берсін. Осы батырлар алаңының ендігі кем-кетігін хан иеміз Әбдіғапар әмірдің мүсіні толықтырар күні осы жерде тағы да қуаныш қауышатын болайық халқым. Сол күн лайым жақын болғай. Слово для поздравления представляет народному артисту Казахстана Анарбек Бурмай. Ағайындағы ағайындар, бұл елдің қуанышы, жердің қуанышы, халықтың қуанышы, өлгеннің тіріліп, аруақтың алдын үлкен басын деген ол біздің азаматтардың қуанышы. Аңжақта жүрсек те, осы елдің құлағымыз түсініп жүреді. Осы елдің қуанышына, осы елдің өтшелдегеніне, осы елдің мынау басқарып отырған әкімшіліктегі қазақтың мынау үлкен азаматтарына үлкен рахметін айтқым келеді. Осындай жігіттердің ерлігіне, азаматтығына, осындай үлкен бабаларымыздың аруаған түрде осындай үлкен бір мүсін жасау деген бұл елдің мақтанышы. Біз ешкімнен кем емеспіз. Қасиетті топырақ, қазақтың ұлы азаматтарын тұрған топырақ, қазақтың бір ғаламат ұлылар тұрған топырақ. Сондықтан бұл топырақ өте қасиетті топырақ. Сондықтан мен осы топырақ әр уақытта киелі болады деп ойлаймын. Соның бүгінгі қуаныштарыңыз болсын. Бүгінгі үлкен мынау елдің мерекесі, халықтың мерекесі. Өлі болмай, тірі байымайды дейді. Өретінің болашақ ұрпаққа аманат жеткізу үшін кадринг жанға берілді. Слово для чтения послания потомкам Батыра представляет Гришану Кадрин. Мынау ұлы бабамыздың мүсінін ашып отырып, кешегі аталысып ұйымдастыру комитетінің орайы бойынша оттан 7 жылдан кейін ұрпақ мүсіннің өнерін ашып оқысын деп мынандай сөздер жазып отырмыз. Қазақстан елінің 2046 жылғы ұлттық ұрпақтарына қадірлі ұрпақтар, биылғы 1996 жылы Қазақстан Республикасының егеменді тәуелсіз болғанына 5 жыл толып отыр. Осы күнге жеткенше сан ғасырлық тарихымыздың ішінде қазақ халқы талай төңкерісті бастан өткерді. Ақ Орда, Көк Орда болды, бөлшектенген бірнеше хандықтарды да көрді. Елін жерін қорғаймын деп талай қырғын соғысқа келіпті.
Одан кейін мың өліп, мың тірілген ұзақ уақыт болғандықта патшалық тентің құрбанына айналды. Ақын да тоталитаризмнің қыстағында қалды. Енді міне ғасырлар бойы халқымыздың арман тілегінен туған егеменді Іржебай Теміржан бастамасы болатын. Ол кісінің бастамасын ел болып қостап, екі батыр тұқымының азаматтары ат салыстырып, осыдан 1-2 жыл бұрын қолға алды. Ол қоғамның үкімін жасап, елге алып келуде жалпы пландар өте бір кісей болып атсалысты. Мұндай үлкен көрсеткен орындалатын болған соң, Аманшоқай ауданынан 2 батыр қолының басшы болып, әргелдің жәшік сайланды. Батыр сатысында азамат құландар осының басқасында бола білді. Осы жерде орта буындағы бір топ құлан азаматтарға айтып атап өткенде жөн деп отырмыз. Олар Қожахметов, Мұхтар Мұқаш, Жұмабаев, Алпыс, Әмірдік, Тұрғали, Мадияров, Мұхаммед Рахым, Кәрін, Омаров, Төлеген, Жиенбаев, Аманжол, Байжонов, Қоныс, Әлбеков, Ашықбай, Ергелдің, Садуақас, Аманбеков, Қоныс, Ахметов, Айтуар, Қадырбеков, Күнжамал, Мүсінова, Нәзіпа. Осындай ұзын тізім жазылған список мінекей қазір сіздердің көздеріңізше мынау мүсін асылғаннан кейін мынаның Bismillahirrahmanirrahim. Başlarım kiri ko'taringlar. Басбилер домой бегут. Я сейчас за школу стоит. Ты домой ходил? Вот сюда.